Каналыма қош келдіңіз, құрметті көрермен. Ораза қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға фаршталған бұрыш дайындаймыз. Және көкөніс салатын ұсынамын. Қажетті азық-түліктер: фарш 500 грамм, күріш 500 грамм, бір жұмыртқа, болгар бұрыштары, қуырмашқа пияз, қызанақ, сәбіз, томат пастасы және дәмдеуіштер қажет болады. Күрішті алдымен жартылай пісіріп аламыз. Термосервирователь деп аталатын Первей компаниясының ыдысын қолданамыз. Жуып дайындап қойған күрішімізді ыдысқа салып, үстіне қайнап тұрған су құямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ыдыс 2 бөліктен тұрады. Енді 10 минутқа қойып қоямыз. Енді көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Пиязды 4-ке бөліп тураймыз, ал сәбізді жұқалап, жіңішкелеп, ұзыншалап тураймыз. Қызанақты да қуырмаш болғаннан кейін майдалап тураған жақсы. 10 минуттың ішінде күрішіміз дайын болды. Күріштің суын сорғытып, фарштың үстіне саламыз. Бір жұмыртқаны жарып салып, тұзын, бұрышын салып, барлығын араластырамыз. Бұл жердегі ингредиенттердің барлығы бір-бірімен жақсылап араласу керек, сондықтан жақсылап араластырамыз. Енді дайындап қойған болгар бұрышына барлық фаршымызды саламыз. Міне осылай нығыздап салып шығамыз. Дайын болды. Табаны отқа қойып, май құямыз. Пиязды қуырып аламыз алдымен. Пияз сәл қызара бастаған кезде үстіне сәбізді саламыз. Екеуін араластырып жақсылап қуырамыз. 5 минуттай қуырылғаннан кейін үстіне томат пастасын саламыз. Тағы да 5 минут қуырамыз, одан соң қызанақ пен туралған бұрышты саламыз. Мінекей осылай дайын тұрған фаршталған бұрыштарымызды салып шығамыз. Егер қаласаңыздар, картоп салуға болады. Менің үйде балаларым картопты қосып жейтін болғаннан кейін картопты қосып жасадым. Осылай үстіне су құямыз. 10 минуттан кейін қайнайды. Үстіне шыққан көбіктерді алып тастайсыздар. Енді әрі қарай жай отта дайын болғанша пісіреміз. Үстіне қызыл қара бұрыш себеміз. Міне асымыз дайын болды. Енді дайын болған астың үстіне көк шөпті турап, бұл жерде укроп және петрушка, тағамды дастарханға ұсынамыз. Достар, менің каналымда көптеген рецепттер бар. Егер менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ауызашардың ас мәзірін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Асқа осындай көкөніс салатын бірге ұсыныңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.